Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кеңістіктік геометриялық фигуралар, көлемді өлшеу. Сабағымыздың мақсаты көлемнің өлшем бірліктерін, олардың ара қатынасын білу, текше мен тікбұрышты параллелепипедтің көлемдерін өлшеу. Нөмірі 1-А тапсырма: кеңістіктік фигуралардың атауын есіңе түсір. Яғни қандай кеңістіктік фигуралар бар? Цилиндр, пирамида, текше, шар, конус, олардың қайсысы ішіне қырлары 1 см болатын көптеген кішкентай текшелерді салуға ыңғайлы қорапқа ұқсас. Мысалы, текше қорапқа ұқсайды, осы текше тәріздес қорапқа мысалға текшелерді салуға болады. Енді бізге мынандай тапсырма беріп тұр. Бұл қораптың, суреттегі қораптың ұзындығы 5 см, ұзындығы 5 см, ені 3 см және биіктігі 4 см. Оған қырлары 1 см болатын қанша текше сиятын есепте көр. Мен андай кішкентай текшеге қырлары 1 см болатын. Енді Арман өз есептеуін жүргізген екен. Ол бір қатарда қырлары 1 см болатын қанша текше бар екендігін санады. Осындай қораптың ішінде бір қатарда қанша текше болатын санады. Өйткені ол біледі, қораптың ені 3, ұзындығы 5 см екен. Яғни 5-ті 3-ке көбейтіп 15 текше болатын тапты. Яғни астында бір қатарда. Енді содан соң осындай қатарлардың санына, яғни 4-ке көбейтті. Өйткені біздің қорабымыздың биіктігі 4 см, демек бізде осындай 4 қатар текшелер орналасады. 15 текшеден 4 қатар болады. Сонда 15-ті 4-ке көбейтті, 60 текше. Яғни мына қорапқа 60 текше сияды екен. Көлемді қалай табушы еді? Оны иенің ұзындығына көбейтіп, оны биіктікке көбейтетінбіз. Көлемнің өлшем бірлігі сантиметр куб. Енді бізде қораптың ені, ұзындығы және биіктігі белгілі. Қораптың көлемін тауып алайық. 3-ті көбейтеміз 5-ке, көбейтеміз 4-ке. 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 15-ті 4-ке көбейтсек 60. Сонда 60 сантиметр куб. Енді біздің бір текшеміз дейді, оның қырлары 1 сантиметр. Яғни оның ұзындығы да, ені де, биіктігі де 1 сантиметр деген сөз. Енді осы текшенің көлемін табамыз. Яғни 1-ді 3 рет өз-өзіне көбейтеміз. Сонда 1 сантиметр куб шығады. Енді біз не істейміз? Мына қораптың ішіне қанша осындай текше сиятын білу үшін біз не істейміз? 60-ты 1-ге бөлеміз. Яғни 60 сантиметр кубты бөлеміз 1 сантиметр кубке. Сонда тең болады 60. Өйткені сантиметр мен куб алынып кетеді, сонда 60 қалады. Сонда біздің қораптың ішіне 60 текше сияды екен. Яғни Арман сияқты да есептеуге болады, әр текшені санап, немесе өстіп көлемнің формуласын пайдалана отырып, қанша текше сиятын тез-тез табуға болады. Нөмірі 2-ші мысал: берілген тәсілді пайдаланып текшенің көлемін қалай есептеуге болады? Қабырғалары 3 см болатын текше пішінді қорапқа қырлары 1 см болатын текшелер салынды деп ойла. Қалай есептегеніңді айтып бер. Жаңағыдей бізде текше тәрізді қорап бар деп елестетейік. Оның қырлары 3 см. Текше болғаннан кейін, және айтылған, оның ені де, ұзындығы да, биіктігі де бірдей болады. Яғни бұл жерде бізде 3 см қорап. Енді соның ішіне қабыр қырлары 1 см болатын текшелер салынды дейік. Яғни міне бізде мына текше, бұның қырлары 1 см. Жаңағыдай бірінші тәсіл. Енді байқап отырсақ, біріншісінде қораптың ішіне мына текшелер тігінен салынған. Ал екіншісінде қорапқа мына текшелер біріншісіне бірін былай көлден жатқызылып салынған. Біріншісіне бірі. Енді қарайық, бірінші тәсілде мына бір текшенің көлемін тауып алайық. Көлемін қалай табамыз дедік? Бір текшенің қабырғасы 1 см. Яғни 1 көбейтілген 1 көбейтілген 1 дейміз. Сонда 1 см куб болады.
Енді бізге не істеу керек? Мына барлық текшелердің жалпы, жалпы қанша текше бар мұнда? Солардың көлемін табу керек. Яғни не істейміз? 9 бар, яғни 1 сантиметр кубты 9-ға көбейтеміз. Сонда 9 сантиметр куб. Яғни мына бір текшелердің көлемі бізде 9 сантиметр куб болып тұр. Енді бізде ондай нешеу бар? 1, 2, 3 бар. Не істейміз? 9 сантиметр кубты 3-ге көбейтеміз. Сонда бізде 27 сантиметр куб болады. Бұл бізде бірінші тәсіл. Енді екінші тәсілді қарастырайық. Екінші тәсілде текшелердің биіктігі 1 сантиметр дейік, ал ені мен 3 сантиметр, ұзындығы 3 сантиметр. Енді осы мәліметтермен біз қазір көлемін тауып алайық. Яғни 3 көбейтілген 3 көбейтілген 1 деп. 3-ті 3-ге көбейтеміз 9, 9-ды 1-ге көбейтеміз 9 сантиметр куб. Енді бізде осындай неше текше болып тұр? 1, 2, 3, 3 қатар. Демек 9 сантиметр кубты 3-ге көбейтеміз. Сонда 27 сантиметр куб болады. Осында екі тәсіл бар. Есіңде сақта, 1 сантиметр кубте 1000 миллиметр куб бар. 1 дециметр кубте 1 миллион миллиметр куб бар. 1 дециметр кубте 1000 сантиметр куб. 1 метр кубте 1 миллион сантиметр куб. 1 метр кубта 1000 дециметр куб. Және 1 литр су, ол бізде 1 дециметр куб. Енді жаңа қараймыз, мысалы 1 сантиметр куб, ол бізде 1000 миллиметр куб. Оны қалай есімізде сақтап алуға болады? Есімізге түсірейік, 1 сантиметрде неше миллиметр бар? 10 миллиметр. Енді ойлаңыздар, куб деген 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ 1000 шығады. Сонда 1 сантиметр куб дегеніміз ол 1000 миллиметр куб. Мысалы 1 дециметр кубте 1 миллионды бар деп тұр, миллиметр куб. Мысалы 1 дециметр. 1 дециметрде неше сантиметр бар? 10 сантиметр. 10 сантиметрің ол 100 миллиметр. Енді 100-ді өз-өзіне неше рет көбейтеміз? 3 рет. Сонда бізде қанша? Миллион миллиметр куб шығып тұр. Яғни мына куб дегеніміз ол өз-өзіне 3 рет көбейту деген сөз. Енді 1 литр су 1 дециметр куб дегенді есімізде сақтап жаттап алайық. Үшінші тапсырма: айналаңнан шамамен көлемі осындай заттарды табуға тырыс. Мысалы, біріншісі 1 сантиметр куб, яғни жақтары 1 сантиметр болатын, қырлары 1 сантиметр болатын текше тәрізді зат, ойын сүйектері. Немесе ойыншықтардың арасынан осындай кішкентай текше тәрізді ойыншықтарды тауып көр. Екіншісі 1 дециметр куб болатын көлемі, яғни ол мысалға қорапша болуы мүмкін, кішкентай, шағын, қолға сиятын, және 1 метр куб болатын үлкен зат, мысалға үйдегі төсектің жанында тұратын кәдімгі үстел, тумба. Осы заттарды қарап көр. Шамамен осындай заттар болады. Мысалы, салыстыр. 3 метр куб және 5000 дециметр куб салыстырамыз. Қарайық, біз 1 метр кубымыз 1 миллион сантиметр куб дедік. Демек, бұл бізде 5 миллион сантиметр куб деген сөз. Енді 5000 дециметр кубты қарайық. Яғни дециметр куб бізде 1000 сантиметр, яғни 5000-ді 1000-ға көбейтеміз. Сонда бізде де бұл жерде 5 миллион сантиметр куб. Салыстырған кезде кіші өлшем бірлігіне екеуінде айналдырып алсақ, салыстыру оңайырақ болады. Яғни мына екеуі тең деген сөз. Келесі, 1 метр куб. Қараймыз, 1 метр кубымыз ол бізде 1000 дециметр. 1 метр куб және миллион дедіге сантиметр куб. Яғни ол артық. Миллион, мысалы жазып қойын сіздерге ыңғайлы болсын. Миллион сантиметр куб
артық 10.000 сантиметр кубтан. Келесі 5 дециметр куб. Жаңағыдай не істейміз? 1000-ға көбейтеміз, 5000 сантиметр куб болады. Сонда мына екеуі тең деген сөз. Нөмірі 3 Б есеп көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 12 метр кубты дециметр кубқа айналдыру керек. Біз білеміз, 1 метр куб ол бізде 1000 дециметр кубқа тең екен. Енді яғни метр кубты дециметр кубқа айналдыру үшін біз не істейміз? Оны 1000-ға көбейтеміз деген сөз. Сонда қанша болады? 12000 дециметр куб болады. Енді 1 миллион миллиметр кубты сантиметр кубқа айналдыру керек. Біз білеміз, 1 сантиметр кубта 1000 миллиметр куб бар екен. Демек, мына 1 миллион миллиметр кубты біз 1000-ға бөлеміз. Сонда қанша болады? 1000 сантиметр куб болады. Нөмірі 4 мысал, суреттегі қораптарға қабырғалары 1 сантиметр болатын текшелердің нешеуі сиятын есептеп көр. Осылайша сен көлемді табуды білетін боласың. Бірінші, көлемді қалай табамыз дедік? Оның енін, ұзындығын және биіктігін көбейтеміз, оның өлшем бірлігі сантиметр куб. Енді бізде қабырғалары 1 сантиметр болатын текше бар. Оның көлемін тауып алайық. Яғни 1 сантиметр көбейтілген 1 сантиметр көбейтілген 1 сантиметр. Сонда 1 сантиметр куб болады. Бұл біздің текшеміз. Яғни көлемі 1 сантиметр куб болатын текше мына екі қорапқа. Яғни қанша текше сияды екен, соны табуымыз керек. Ол үшін бірінші қораптың көлемін тауып алайық. Яғни оның ені 2 сантиметр, ұзындығы 5 сантиметр, биіктігі 3 сантиметр. 2-ні 5-ке көбейтеміз 10, 10-ды 3-ке көбейтеміз 30, сонда 30 сантиметр куб. Біздің қораптың көлемі 30 сантиметр куб. Ал текшеміздің көлемі 1 сантиметр куб. Енді осы қораптың ішіне осындай текшелер нешеу сияды екен табу үшін не істейміз? 30 сантиметр кубты бөлеміз 1 сантиметр кубке. Сонда 30 болады. Яғни бірінші қорапқа 30 текше сияды екен. Яғни қабырғалары 1 сантиметр болады. Енді екінші қораптықын дәл осылай есептейміз, яғни көлемін тауып аламыз. Оның ұзындығы 8, ені 4, биіктігі 1 сантиметр екен. Яғни 8 сантиметр көбейтілген 4 сантиметр көбейтілген 1 сантиметр. 8 4 көбейтсек 32, 32-ні 1-ге көбейтсек 32, сонда 32 сантиметр куб. Неше текше сиятын білу үшін не істейміз? 32 сантиметр кубты бөлеміз 1 сантиметр кубқа. Сонда 32. Екінші қорапшаға 32 текше сияды екен. Нөмірі 5 мысал, ойлан және сұраққа жауап бер. Қырлары 3 сантиметр болатын жасыл ағаш текше қырлары 1 сантиметр болатын текшелерге бөлінді. 3 жағы боялған неше текше алынады? 2 жағы боялған же, 1 жағы боялған же. Яғни қырлары 3 сантиметр болатын жасыл ағаш текше мынандай кішкентай қырлары 1 сантиметр болатын текшелерге бөлінді дейді. Енді 3 жағы боялған неше текше алынады? 3 жағы боялған. Яғни 3 жағы деген не? Төбесі де боялып тұр. Мына қырыда және мына қырыда. Осындайдан нешеу болады? Осындайдан тағы. Мына шетінде асты боялған. Мынау бар. Мына жағы асты боялған. Мынау мына жақта бар. Мына жақтағы бар. Сосын мынау бар, сосын мынау бар. Үсті, сосын мына аяқ жағында. Сонда бізде қанша болды? Барлығы 3 жағы боялған. Қанша текше болды? 8, 8 текше. Яғни үстінде 4, астында 4. Енді 2 жағы боялған. 2 жағы боялған деген қандай ол? 2 жағы боялған деген мына тек қана 2 жағы. Яғни осы жерде орналасқан. Міне тағы мында бар.
сонда бар міне екі жағы, яғни іші ақ. Мынау бар астында, міне мынау екі жағы боялған, мынау да асты боялған, мынау міне ар жағында тұр ол боялған, ар жағында да осындай. Сонда бізде қанша болып тұр? Төртеу, яғни екі жағы боялған 12 текше бар екен. Енді бір жағы боялған дейді. Бір жағы деген мына ортасында ғана тұр, е? Ортасында біреу, мына жерінде біреу тұр, үшеу, артында біреу тұр, тағы төртеу, мына жағында бесеу, және астында тағы біреу тұр, сонда алтау. Сонда бір жағы боялған 6 текше. Егерде сіздерде кубик Рубика бар болатын болса, соны қарап санасаңыздар болады.